Ассалаумағалейкум, әлеумет. Бүгін студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Асқар Аманбайұлы Садықов мырза. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіз. Енді бүгінгі сұхбатымыздың тақырыбы қазір елімізде болып жатқан қиын жағдай, су тасқыны. Неге бұлай болды? Осы судың таситынын ешкім білмеді ме? Тиісті органдар қайда қарап отырды деген сияқты сауал. Ең бастысы бүгін жауапкершілік алатын жергілікті акиматтар мен үкімет. Соның ішінде төтенше жағдайлар министрлігі ең басты нақты жауапты адамдар. Өзінің алгоритмінің, судың ағызып өткізудің алгоритмінің барлығы белгілі. Сол қадағаламағандықтан, сол орында дұрыс азаматтардың атқармағандығынан, біліксіздігінен, су саласында жауапсыздығы, салғырттығы. Да, су саласында елімізге мықты білгілі азаматтар керек. Неге десеңіз, министрлік құрылды, ал министрлік бүгінгі таңда ештемеге су саласына түсініксіз жағдайларда жауап бере алмай отыр. Яғни жыл сайын қауіптің алдын алу жұмыстары жүргізілуі тиіс, олар бар. Оған қаражат бар ғой бөлінді? Қаражаттың барлығы бөлінді. Осыдан бір ай бұрын төтенше жағдайлар министрлігі журналистерге информация бергенде барлығына дайынбыз, көктемді жақсы өткіземіз, дайындықты жұмыстардың ақшаларының барлығын бөлдік. Ақпар, жоспар береді? Жоспар берді. Баяндап берді. Ал аяғында осындай жағдайға ұшырадық. Өзім Ақтөбе облысынан жаңа келіп отырмын, әріптестеріммен бірге барып, бүкіл елді мекендердің... Жағдай қалай отыр? Шығын біраз болған шығар енді? Шығын қиын. Мысалы, Ойыл ауданында Берсиев деген ауыл солаймен кетіп қалды суға. Солаймен. Жұрттың барлығы, халық жүгіріп барып мектепке тығылып, мектептің жары құлау жағдайында тұр деп сол жерден хабарласып, осы су келгенде газ да сөніп қалды, свет те сөніп қалды, су да сөніп қалды. Барлығы да нағыз тозақ болды. Тозақ болды. Енді су кеңінен келіп, Ырғыз ауданында Нұра деген ауыл солаймен кетіп қалды. Оған эвакуацияға үлкен машиналарда бара алмай қалды. 2 машинасы өтіп үлгерді, а қалғандарының 8 машина шыққан, вахтовка машиналар адамдарды эвакуация жасауға 6-ы өте алмай қалды. Бүгінгі таңда қол ұшын беріп жатқан қарапайым халық өзінің жағдайын өзі жасап, бүкіл халықты, бүкіл жасақты, жиналған жасаққа тамақ беріп, бүкіл гуманитарлық нелердің барлығын жеткізіп, атап айтып өтуіміз керек. Бұл жерде әскерлер жақсы көмектесіп жатыр. Ақтөбе облысында халық сонда өзімен өзі қалды ғой. Ұшақтармен эвакуация жасап, көптеген адамның жанын алып қалды. Енді бұл жерде нақты айтқанда айтып өттіңіз ғой, нақты айтқанда ауданның әкімдеріне, мемлекеттік органдарға, жаңағы төтенше жағдай қызмет саласының қызметкерлеріне үлкен сын ғой негізі. Үлкен сын. Енді оларға бір қатысты бір жаза қолдану керек, меніңше қатаң жаза болу керек. Қазіргі жағдай енді ана бұндай жаза қайталамас үшін болашақ. Халықты қазір құтқарып алып қалғаннан кейін, комиссиясы іске кіріп, жаңағы зерттеу бастағаннан кейін, мұна жауапты адамдардың да істерін нақтылап қарауымыз керек. Жауапты адам жазалану керек. Ол аудан әкімі болсын, ол облыс әкімі болсын, министрліктер болсын, орнынан кету керек. Орнынан кетіп, ол енді президенттің құзырындағы министрлерді алып, әкімдерді орын алу президенттің құзыры ғой, бірақ халықтың ашуы сондай. Бізге беріп жіберген аманаты сондай. Оны істемесек, жаңағы қайталана береді. Жылдан жылға қайталана береді. Баяғы жартас, сол жартас деп. Халық қиналады. Шығын жайлы айтып жатсыз ғой, шығын деген өте көп. Оның ішінде ауыл шаруашылығында Ақтөбе облысының көптеген аудандарының барлығы осы төтенше жағдай жарияланған көптеген облыстарда зардап шеккен ауыл шаруашылығының саласында жүрген адамдар. Мысалы, Ақтөбе облысында мен қысқаша статистика көрейін, 7000 шаруа қожалығы бар. 7000 шаруа қожалығында қорғанда болмады дегенде 5 адам жұмыс істейік дедік. 7-ні 5-ке көбейді, 35 мың адам
жұмыссыз қалады болашақта. Неге десеңіз, қазір суға кеткен мал суға кетті. Жем шөп жетпегеннен кейін әлсіреп тұрған малдың асты су. Содан кейін жаппай іш тастап жатыр. Жаппай іш тастап жатыр, әлде де тастайды. Ертең ана өкпесі салқын тиген малдың барлығы күн жылығанда ауыра бастайды. Сондықтан да мысалы кредит алып малымды өсірем деп отқан үкімет тарапынан кредит алған азаматшалардың барлығы ана кредиттерін жаба алмайды. Бір айналдырған, шыға айналдырады деген кері келіп тұр ғой. Орталыққа келеді. Бүгінгі таңда қазір депутаттық сауал дайындаймыз. Сол шаруаларға 3 жылға малдың өзінің бір сату ретіне шейін 3 жылсыз оны сата алмайсың ғой малды. Сол мал піскенше 3 жылға ана кредиттерін тоқтатуды талап етеміз үкіметтен. Неге десең, шаруаға қазір көмектесуіміз керек. Ол дәл осылай не істемесек, несие жағынан кешірім жасап, несие жағынан кешірім жасап, енді жаңа төтенше жағдайларда жарияланған облыстар, аудандарда сол шаруаларға сондай мүмкіншілік беруіміз керек. Сондай бір қиын жағдайда үкімет қол ұшын беруге тиісті деп ойлаймын. Мал шығыны көп болып тұр ғой сондай. Мал шығыны көп. Ол сумен аққан ақты, төтенше дәлелдей алмайтын жағдайлар шаруаның ретіне келетін, ал дәлелдей алмайтын жағдай. Іш тастаған малды қалай дәлелдейсің? Ана жерде тастап еді, мына жерде тастап еді деп өлімтігін сөйлеп жүрмейсің ғой, қаптаған малдың. Жақсы, енді мына ауыл халқы шығынның астында қалды қазір. Сол шығынды кім өтейді? Шығынды үкімет өтеу керек. Үкімет өтеу керек. Төтенше жағдай не істеді? Төтенше жағдайда халыққа кім көмектеседі? Қарапайым халық көмектесе ме? Қарапайым халық ол лайда көмектесіп жатыр. Бүгінгі таңда бүкіл атқарымды жұмыстардың барлығын еріктілер, таксистер, бүкіл жаңағы газелистер, бүкіл жаңағы жастар қолдарына күрек алып, ән жерден үйіндегі соңғы матрасына келіп суға кеткен халықтың астына төсеп жатыр. Бүгінгі таңда бір тиын шығарып үкімет көмектесіп жатқан жоқ қой. 4 күннің асып кетті. Әлі ондай ақпарат шыққан жоқ, көмектесіп. Ақпарат шыққан жоқ, әлі қаражат та түскен жоқ. Ешқандай қарапайым халық қазір ұжымдасып, қаражат жинап өздері. Қаражат жинап бәрін көмектесіп, тамағын беріп не істеп жатыр. Ал енді үйлерінің барлығы құлап қалды. Қайда барады ол адам? Сондықтан да тез ретінде біз сондайның бәрін ұйымдастыруымыз керек. Үкімет тарапынан барлығы ұйымдастырмаса, үкіметке сенбесе, қарапайым халық кімге сенеді? Жақсы, енді соңғы сауал, қазір тасқынның жағдайы қалай, бет қайтатын түрі бар ма? Әртүрлі ғой, күннің жылуына байланысты. Мысалы, әрбір облыста басқаша, Ақтөбеде осы уақытқа шейін мықты күн жылыған жоқ. Түнде салқын, қатып сіңіп, сол абыройлы болып тұр. Ал осы 7-ден бастап күн жылуы жаппай басталады. Сол кезде далада қар деген лап береді. Қардың суы әлі алдада. Бұл қазір өтіп кеттік, арғы бетке шығып алдық деген жағдай дұрыс емес. Жайбақырат жүріс емес. Сондықтан да қалай қарқынды ұйымдастырылып жұмыс істедік, ары қарай қарқынды ұйымдастырылып жұмыс істей беруіміз керек. Тездетіп 10 күннің ішінде бүкіл бағалайтын нәрсесін бәрін бағалап, беретін ақшасын халыққа беріп, салатын үйінің барлығын салып, салмайтын жаңағы ақшалай беретін жерін бәрін ақшалай беріп, не істеп жәрдем беруіміз керек. Негізсең халықтың тұратын үйі жоқ. Ол деген мыңдаған адам. Ең бастысы осы жеткізейін деп тұрған бастысы ауруын жасырған өледі дейді. Қазіргі статистикасын сәйкес келмей жатыр. Жаңағы министрлер келіп осыншама үй кеткен дейді. Оның несі 10 есе артық. Статистиканы төмендетуге болмайды. Неге десеңіз, қазір статистиканы 200 адам деп көрсетсек, 1000 адамның орнына 1000 адамның жағдайын кім жасайды? 1000 адамның жағдайын кім жасайды? Ол үкіметтен қарапайым адам сияқты күтуде ғой. Сондықтан да нақтылай, 1000 адам кетті ма, 1000 үй кетті деп айтуымыз керек. Бәрі зардап шеккен адам қамтылу керек қой. Қамтылу керек. Сондықтан да бір президенттің өзі айтты. Халықтың алдынан кешірім сұрап, президент айтты.
бір қамтылмаған адам қалмайды деді. Қамтылмай қалмайды. Сондықтан да халықтың үмітін үзбеуіміз керек. Сіздер енді осы мәселені депутат ретінде соңы біткенше ұстайсыздар ма? Ұстаймыз, иә. Мен бүкіл несінің барлығын қадағалап, бүкіл несінің барлығын басында жаңағы сұрақтарының барлығын жауап алдым. Елдің аманатын мен көзден тыс қалдырмаймын, аяғына шейін жеткіземін деп мен міне эфирде отырмын, уәдемді беремін. Жақсы, Асқар Аманбай. Жақсы. Мына сұхбатыңызға рахмет. Жедел сұхбатқа келісім бергеніңізге Рахмет. алғысымызды білдіреміз. Сіздерге рахмет. Ардақты әлеумет, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.